бала кезімнен әкемнің дежурстволарына барып, он бүкіл аурухананың ішінен көріп, анамен поликлиникада болып, сол балалық шағымда ауруханаларда өткізгенмін. Әке-шешеміз дәрігер болып істейді. Сондықтан менің басқа мүмкін таңдауымда болмас еді, тек қана медицина, дәрігер болу. Бірінші, екінші курстан бастап қалалық жедел жәрдем станциясында кардиология бригадасында медбрат болып істедім. Ал бітіргеннен кейін университетті сол кардиохирургия мамандығына Москваға болашақпен ординатураға түскенбіз. Жалпы жүрекке бірінші операцияны мен 2013 жылы Павлодарда жасадым. Ол 5 жасар қыз еді, жүрегінде туа біткен ақау бар. Операцияның әр түрлерін жасаған кезде де бірінші рет жасап тұрғандай боласың. Жасап болғаннан кейін де қобалжу болады, қалай өтті, қандай нәтиже болады, науқас қалай шығар деген. Әрине, адам болған соң қорқыныш болады, бірақ біз оның бәрін артқа тастап, өз жұмысыңды, өз ісіңді істейсің. Кішкентай балаларда көбінесе қиын, күрделі жүрек ақаулары болады. Олардың өзінің салмақтары кішкентай болады, өлшемдері жүрегі де кішкентай болады. Бүгінгі күні Қазақстанда тек қана бірнеше адам ғана жасайды. Мен өзім өз басымда әлі нәрестелерге, бір айға толмаған балаларға әлі операция өзім жасаған жоқ. Уақыт өте келе тек қана тәжірибе алған соң жасалған нәрсе. Сондықтан бүкіл ойларында, білімдерінде тәжірибені жинап, бүкіл ойынды соған жеткізім келеді. Өйткені бұл адамның денсаулығы, адамның өмірі. Мемлекетіміздің жағдайы, мысалы, басқалармен салыстырғанда жақсы. Егер жұмыс істеймін десең, өзіңнің мемлекетке деген пайдаңды тигіземін десең, көп мүмкіншіліктер бар бүгінгі күні. Жанұя, балалар, достар, сүйікті жұмысың, соның бәрі бақыттың белгілері деп ойлаймын.